Францияға барғанда основной национальный тамақтарын жегіміз келді да, национальный тамақтарыңыз не болады десек, луковый суп деді. Луковый суп деген қандай болады екен? Енді Францияның национальный тамағын ішіп көрейік деп заказ бердік. Национальный тамағын алып келген кезде кәдімгі луктың кашысын әкеліп берді. Сонымен бізге олардың тамақтары онша ұнамады. Сонымен өзімізге тән қандай столовый, қандай жаңағы тамақ ішетін асханалар бар екен деп іздеп жүргенде түріктердің тамағына келдік. Енді түріктер мұсылман халқы ғой, енді қанша дегенмен дұрыс тамақтар болатын шығар деп сөйтіп ойладық. Сөйтсек тамақтарын олар полуфабрикат демекші, жаңағы готовый қылып әкеп қойған, жаңағы Қытайдан келетін прямо целлофановый мешоктағы, үлкен мешоктағы жаңағы картошка фриларын бәрін әкеледі екен, тарс етіп салады екен. Анау шала қуырылған нәрсені полностью қуырады да, соны әкеп береді. Барлық еттеріне дейін, басқаларына дейін, бәрі котлеттің бәрі дайындалып келген. Қытайдың жаңағы жасалынып келген заттар екен. Сонда біз ойладық, бұл не деген сұмдық деп, нормальный тамақ ішетін бір жер жоқ. Қазіргі жастардың да көбіне ауыратындарының бәрі сондықтан. Жөнді қорқылмайтын тамақ ішеді, уақытылы тамақ іше алмайды. Ішетіндерінің бәрі жаңағы пицца, хот-дог бір 10-15 минуттың ішінде пісіріледі, оның ішіндегі еттер қайдан келді, ешкім білмейді оны. Бургерлер, фастфуд. Сонда санэпидстанцияның қыздары маған айтты, шаурманы жемеңіз апай дейді. Неге жемейміз? Шаурманы жейді ғой жұрттың бәрі.